Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Ораза айында жеуге болмайтын және тыйым салынған зиянды 10 тағам түрлерін айтамын. Бірінші, тұзы көп тағам. Тұзды тағамдардан тек ораза уақытында ғана емес, күнделікті өмірде де бас тартқан жөн. Екінші, майлы тағам. Майлы тағам асқазанға ауыр, қорытылуы қиын, сондықтан неғұрлым жеңіл тағамдарды таңдау керек. Үшінші, жұмыртқа. Жұмыртқа да қорытылуы қиын тағамдар қатарына жатады. Сондықтан ораза уақытында жұмыртқадан жасалатын тағамдарға жоламаған дұрыс. Төртінші, ащы тағамдар. Ащы тағамдар адамды жылдам шөлдетеді. Бесінші, қамыр. Қамырдан жасалған тағамдар да ауыр болады, және ұннан жасалған тағамдар семіздікке душар етуі мүмкін. Алтыншы, тәтті тағамдар. Тәтті тағамдарды күнделікті тұтынбаған абзал. Кондитерлік өнімдерден ораза уақытында тыйылған дұрыс. Жетінші, газдалған тәтті сусындар. Бұл сусындарды ішкен адам жылдам шөлдейді. Қан құрамындағы қанттың көбеюі осы сусындардың әсерінен болады. Сегізінші, майонез. Майонез майлы болғандықтан бас тартыңыз. Тоғызыншы, фастфуд өнімдері. Ауызашарға фастфуд өнімдерін пайдаланбауды қатаң қадағалаңыз. Бұл тағамдар денсаулыққа зияндығымен қоймай, адамды тез тоздырады. Оныншы, шұжық. Қасиетті Рамазан айында дастарханда шұжық өнімдері болмағаны абзал. Мейлі халал немесе мұсылман өнімі болсын, бір айға бұл өнімдерден бас тарта тұрыңыз. Менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып тіркеле кетіңіз.